Ассаламуалейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қайырлы күн, құрметлі Қадыр Бәлент Мұқан, Қарақалпақстан, һәм Қазақстан, һәм Өзбекстан Республикасының халқы, бәршеңізге қайырлы күн тілейміз. Бүгінгі күндердің күні, жұма күні қасиетті күн. Бүгінгі жеткен де бар, жетпеген де бар, жетпеймін деп жетіп жасап атқан да бар, кетпеймін деп кетіп қалғандар да бар. Өміріміз қысқа, бірақ қысқа өмірдің ішінде Алла өмірімізді ұзақ қылып, ырысқын есебемізді молдан берсін. Біздер не дейміз? Білесіздер, қаншама ертең күні біздердің ең соңғы бір бөлмелі үйіміз. Яғни квартирамыз, соңғы квартирамыз. Енді бұл жерде мынау сіз үшін, мынау әкеңіз үшін, мынау анаңыз үшін. Енді неше перзентіңіз бар екен білмеймін де, 3 перзент қоямын. Қызыңыз, мынау балаңыз. Енді соңғы бір топырағымыз бар. Бұл ертең күні, күндердің күні келатыр, қабірге басыңыздың кіретін уақыт сағат келатыр. Мынау сол сіздің аузыңызға бір қысым топырақ. Себебі иншалла деп айтасыз, көп өтірікті айтып тұрып, халықты алдағандай қылып, біздерді алдап отырсыз. Мынау бір қысым бұл көзіңе. Мынау екінші көзіңе. Бұл ненен ібарат білесіздер ме? Өмірде көрген өміріңдегі бәршесі үшін екі көзіңе екі қысым ғана топырақ. Ана аузыңа деп бір қысым топырақ салғаным, бұл көп өтірік айтқаным үшін, адамларды заржылатып, менет ақысын бермей, яғни қылып, машинистіва қылғаным үшін, бұл сізге жетеді деймін. Бұл құрметті халқым, бұл не үшін алып жатырмыз білесіздер ме? Бұны аламыз әмде үйінің ішіне шашу үшін алып жатырмыз. Яғни ізіндегі өсіріп отырған ұл қызларының өмірдегі рахатын көрмей